Алғашқының шағын шарты бар. Бағдарлама соңында бізге келген кейіпкер бір алғашқы қадамды бізбен бірге жасау керек. Иә. Сізбен біз не істейміз? Мынау кез келген адам бүйтіп көкке қарап ойлайсың ғой. Ұшқың келеді ғой. Ұшайықшы. Ұшырамыз ба? Жақсы. Қымбатты көрермен, біз ұшу алаңына келдік. Менің қасымда тұрған бүгінгі бағдарламаның қадірлі қонағы Серік ағамыз неге ұшуды қалады? Білсек бола ма? Қой бағып жүрген кезде аспанға қарап жатып, қиялдайсың ғой. Мынау шексіз ғой мынау. Осы шексізді қиялдың бәрін ананы ергін келеді, көргін келеді, білгін келеді. Сондықтан бұл арманның аясы ғой. Қалықтап ұшу деген кез келген баланың арманы ғой. Баларман ғой. Баларман, әрине міндетті түрде. Қадірлі көрермен, ендеше біз Серік мырзаның бала арманын орындауға келдік. Артымызда тұрған шағын ұшақпен дәл қазір сізді аспан әлеміне қалықтататын ұшқыш Алан мырзаға тапсырамыз. Керемет қой, керемет. Жердегі сезім менен бар ғой, аспандағы сезім екі бөлек. Мүлде басқа ғой, басқа әлем. Сөзбен жеткізе алмайсың бұны бар ғой. Мә керемет. Рахмет, айналдым, рахмет саған. Мынау бір керемет арманымның, бір қиялымның орындалған бір керемет сәті болды. Балалық шаққа бара алдыңыз ба? Бара алдым. Бәрін аралап шықтым түгелін. Шын қуаныштымыз. Мен де керемет қуанышты болды. Қадірлі көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың төрінен табылып ағынан ақтарылған Қазақстан Республикасы президент сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының қайраткері, қазақ журналистерінің құрметтісі, құрмет орденінің иегері Серік Жанболат ағамыз. Бағдарламаны жүргізген Аман Тасыған өмірде аман жүріңіздер. Рахмет сіздерге. Рахмет.